لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينه الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bize үй тапсырмалары, ат-тадрибату тапсырмалары. Ад-дарсул хамистің тапсырмалары. 5-ші сабақ. Өткен болатымыз Махмуду фи шаққа деген тақырып өттік. Сол тақырыптың жұмыстарын, жауаптарын айтам. Дәптерлеріңізге белгілеп аласыздар. Ат-тадрибул аувал, бірінші тапсырма. Ихтарис сахиха, дұрысты таңда. Дұрысты таңда. Сәлләмә Махмудун деп тұр. Одан кейін жер бос орын тұр, соған осы жақшаның ішіндегі дұрыс әріпті таңдау керек, дұрыс сөзді. Сәлләмә Махмудун аля садиқихи вад. Екіншісі, лам язхаб Абдуррахмани. Қалай вад? Лам язхаб Абдуррахмани би Махмудин фил матар. Yani Abdurrahman Mahmud'пен бірге аэропортқа бармады. Үшіншісі, тарақа Махмудун әл-маәмі ат-таамымы әл-бәбәмі. Yani суды ма? Махмуд қақты. Суды ма, әлде тағамды ма, әлде есікті ма? Тарақа Махмудун әл-бәбә болады. Есікті қақты. Васала Махмудун иля байти садиқихи би суратин болады. Махмуд өзінің досының үйіне тез жетті. Бесіншісі, иғтасала Махмудун. Махмуд жуынды қайда? Фил фасл ма? Фил матбах ба? Фил хаммам ба? Фил хаммам. болады. Ат-тадрибу ат-тани, екінші тапсырма. Акмилин нақиса. Кемшілікті толықтыр. Текстке қарап. Саужахизу лакал хаммама литағтасила болады. Саужахизу лакал хаммама литағтасила. Саған ваннын дайындаймын жуыну үшін. Екіншісі, ана аскуну вахди әл-әна. Мен қазір өзім тұрамын дедіңіз. Аш-шаққату фиха ғурфатан салат ва матбахун ва шурфатун деп текстке қарап. Назхабу илал маркази литусаджил асмака. Марказға барамыз, сенің есіміңді тіркеу үшін. Ат-тадрибу ат-талис, үшінші тапсырма. Сил калиматил қаймати алиф бима юнасибуха фил қаймати ба. Алиф тізбегіндегі сөздерді бә тізбегіндегі сөздерге жалғау керек. Сил деген, яғни байланыстыр. Күнту маридан болады. Ауырған едім. Екіншісі, уджахизу лака ал-хаммама. Саған ваннаны дайындаймын. Шаққатука джайидатун. Квартираң сенің жақсы. Айна усратук. Сенің семьяң қайда? Манит тариқу. Есікті қағушы кім? Ат-тадрибу ар-раби', төртінші тапсырма. Акмилил хивар ат-талия деп тұр. Яғни келесі диалогты толықтыр деп тұр. Бұны өздеріңіз толықтырасыздар. Бұл жеңіл. Текстке қарап жасасаңыз да болады. Ат-тадрибу ар-хамис, бесінші тапсырма. Сил байна суал ва ижаба. Сұрақ пен жауаптың арасын байланыстыр деп тұр. Ас-суал бұл сұрақ, ал-ижаба бұл жауабы. Мысалға, айна тақифу таирату. Самолет қайда тоқтайды? Оның жауабы фил матар болады. Мата васала ахука. Сенің бауырың қашан жетті? Мата деген қашан? Ахука сенің бауырың. Оның жауабы қабла ал-асри. Асырдан бұрын жетті, асыр уақытынан бұрын. Хәләнтә мисрийюн. Сен мысырлықсың ба? Оның жауабы ла ана казахийюн. Жоқ, мен қазақпын. Кайфа тусафиру. Қалай сапарласың? Оның жауабы бит-таирати. Ұшақпен. Ат-тадрибу ас-садис, алтыншы тапсырма. Раттиб кама фил мисал деп тұр. Мысалдағыдай реттестір. Мысалға,
Al-baba deb tur. Abdurrahman және yaftah орындарын шатастырып тастаған. Соны жинайсыздар. Мысалға, яфтаху Абдуррахман il-baba. Абдуррахман есікті ашып жатыр. Келесі, as-safari ana ta'ibun min. Оның жауабы ana ta'ibun min as-safari wad. Ana ta'ibun min as-safari. Мен сапардан шаршағанмын. Usrataha al-maghrib zawji fi tazuru. Оның жауабы tazuru zawji usrataha fil maghribi. Tazuru zawji usrataha fil maghrib. Shaqqatin askunu fi wasi'atin. Jawabı askunu fi shaqqatin wasi'atin var. Al-hammam fi aghtasil. Aghtasilu fil hammami var cevabı. التدريب السابع يجي تفسير أجب عن الأسئلة الآتية. Kelesi sıraqlara cevap ver deb tur. Buni tekstga qarab javob berasizlar. Sizin tasmada bize sanlar var. Bu sanları jattab olasizlar. Takdirinizi yazıp. Allahu a'lam. Bugün жаңа sabaq al-muzakkar wal-muannas. Ad-dars as-sadis. 6-cı sabaq. 6-cı sabaq al-muzakkar wal-muannas. Al-muzakkar wal-muannas dediği нәрсе. Al-muzakkar bu ertegi. Yani orçada bu muskorat болады. Bizde қазақ тілінде жоқ. Wal-muannas, muannas деген yani ayil tegi, женский род. Ertegi және ayil tegi. Muskorat rod және женский род. O ne нәрсе? Мысалға мен жерде al-muzakkar wal-muannas, muskorat rod және женский род, ertegi және ayil tegi. Мысалға қараңыз. Al-baytu wasi'un. Al-baytu wasi'un. Al-baytu bu mubtada. Yani бастаушы. Wasi'un bu xabar. Yani баяндаушы. Al-baytu wasi'un. Mubtada. Baytu wasi'un bu xabar. Mubtada qanday bo'lsa, xabar da сондай болады. Yani mubtada ertegi muskoy rod bo'lsa, xabar da muskoy rod болады. Егер mubtada женский род bo'lsa, ayil tegінде bo'lsa, onda xabarda женский род болады. Ары қарай қараймыз. Мына жерде сондай. Дахала ar-rajulu al-matara. Дахала бұл кірді. Ar-rajulu al-matara. Кісі аэропортқа кірді. Женский родта мысалы қараңыздар. Al-ghurfatu wasi'atun. Мына жерде wasi' болған жоқ. Wasi'atun бұл. Себебі al-ghurfatu бұл тамарбутамен бітті. Yani tamarbuta бұл женский родтың белгісі. Tamarbuta бұл женский родтың белгісі. Мысалы атау женский родта, мысалы дахала ar-rajulu болса, женский родта дахалатил mar'atu al-matara. Әйел адам аэропортқа кіріп кетті. Дахалат. Дахалат бұл женский родқа әйел адамға айтылады. Дахала бұл ер адамға, ертегіне, muskoy rodқа. Дахала ar-rajulu al-matara. Кісі аэропортқа кірді. Дахалатил mar'atu al-matara. Әйел кісі аэропортқа кірді. Мысалға қараңыз, al-kitabu maftuh. Кітап ашық. Al-kitabu maftuhun. Кітап ашық. Мен жерде al-kurrasatu maftuhatun болды. Maftuhatun тамарбутамен болды. Не үшін? Себебі kurrasa мубтада бұл женский родта тұр. Демек хабар женский родта болады. Al-kurrasatu тамарбута келіп тұр. Демек бұл женский родтағы сөз. Al-kitabu бұдан тамарбута жоқ. Демек хабар оның баяндаушысы, яғни мубтаданың хабары тоже muskoy rodта болады. Maftuh. Мына жерде al-kurrasatu женский родтамен тамарбута белгісі. Ол кезде хабарда женский род болады. Мафтухатун болды. Түсіндіңіздер ма? Онай нәрсе. Мысалға тоже ал-устазу мучтахидун. Устаз мучтахид. Устаз мучтахид, яғни тырысатын кісі. Сабақты жақсы оқитын. Ал-устазату бұл әйел адам. Ер кісі болса, мына жерде әйел кісі. Ал-устазату не тамарбута женский род. И әйел тегі. Демек бұл мучтахидун болмайды. Mujtahidатун болады.
муджтахидатун тамарбута жалғанда женский род болған кезде. Түсінікті ма? Хаза қаламун ахмару, бұл қызыл қалам. Бұл хаза бұл мужской родқа қолданылады, ал женский родта хазихи қолданылады. Бұл деген. Хазихи хақибатун хамра, бұл қызыл сумка. Ахмару болмайды, хамра, женский родта хамра деп айтылады. Хақибатун бұл тамарбута бар. Демек, бұл женский родтағы сөз. Демек, хазихи қолданылады. Al-baytu ba'idun, үй алыс. Al-baytu ba'idun, үй алыс. Al-qaryatu ba'ida. Al-qaryatu тамарбута болады. Демек, бұл женский родтағы сөз. Al-qaryatu, демек, ba'idun болған жоқ, мынау сияқты. Бәлкім, ba'idатун бұл тамарбута жалғанда. Хабар мубтадаға еріп тұр. Хаза Мухаммадун, бұл Мухаммад. Ал женский родта хазихи Сальма, бұл Сальма. Сальма әйелдің адамның аты. Залика қамар. Хаза бұл жақын жердегі нәрсеге қолданылса, яғни бұл деп жақын жердегі нәрсеге қолданылса, алыстағы нәрсеге анау деп айтылған кезде араб тілінде залика болады. Залика қамарун, анау ай. Анау ай, алыстағы. Шамс бұл күн. Күн бұл женский родта болады. Арабтар солай қолданған. Тилка шамсун болады. Түсінікті? Енді қараңыздар. Унзур илал амсилати вақра деп тұр. Мына мысалдардың барлығын оқы. Унзур қара деп атыр мысалдар. Қараңыз мысалға. Араларында айырмашылық бар. Тамарбута болған кезде женский род болады екен. Ал-устазату, ал-куррасату, ал-ғурфату, ал-қарьяту, хақибатун, әйел адамның есімі. Демек, бұл тамарбута женский родтың белгісі. Ал тамарбута болмаса, ол мужской род болады. Ал-китабу мафтух, мафтухатун болған жоқ. Мафтух, муджтахид, ахмар, баид, Мухаммад. Енді, маза тулахиз, нені байқап тұрсын? Мына мысалдара нені байқап тұрсын? Ал-байту, ар-роджулу, ал-китабу демек, бұлар мысалға вахидун болады. Ал-байту вахид, ар-роджулу вахидун, ал-китабу вахидун. Бұл музаккар деп айтады, яғни мужской род, еркегі. Ал екісінде ал-ғурфату, ал-мар'ату, ал-куррасату, бәрінің соңында тамарбута бар. Бұлар вахидун деп айтмайды, вахидатун деп айтады. Мысалға, ал-ғурфату вахида, бір бөлме, ал-мар'ату вахида, бір әйел, ал-куррасату вахидатун болады. Муаннас, бұл женский род болады. Унзур илал калимат, мына сөздерге қара деп жатыр. Васиатун, хамра, салма. Тамарбута бар, және алиф бар, және алифпен бітіп тұр. Фи нихаятиха, осы сөздердің соңында міне тамарбута, және алиф, вахази аламатул муаннас деп тұр. Бұлар женский родтың белгісі, әйел тегінің белгісі. Тамарбута, және алиф бұл женский родтың белгісі болады бауырлар. Мысалға, калиматун муаннаса, женский родтағы сөздер, әйел тегіндегі сөздер. Даджаджатун, бұл тауық. Туфахатун, алма. Мактабатун, кітапхана. Салладжатун, холодильник. Усфура, бұл құс. Мадраса, мектеп. Талибатун, студент қыз. Салатун, намаз. Сахра, бұл шөл дала. Лейла, әйелдің аты Лейла. Сальма, әйелдің аты. Хадра, бұл жасыл. Бұл женский родтағы сөздер. Калиматун музаккара. Тек қана осы сөздер емес, бәлкім соңында тамарбута болған сөздер, және алиф болған сөздер, мақсура, олардың барлығы женский родтағы сөздер болады. Калиматун музаккара. Мужской родтағы сөздер. Марказ. Көрдіңіз, ешқайсысында тамарбута жоқ. Марказ, устаз, дафтар. Марказ бұл орталық, устаз, дафтар бұл дәптер, мисбах бұл шам, курсиюм бұл орындық, муслим мұсылман, мифтахун бұл кілт, мәсжид бұл мешіт, хатиф бұл телефон, шариа бұл көше. Енді қараңыздар. Интабих, мән бер. Интабих, мән беріп қара. Хунака калиматун фиа таму марбутах.
Лакиннаха музаккара. Жалпы мына жерде, жалпы араб тілінің сөздерінде та марбута болған сөздер бар. Та марбутамен аяқталатын сөздер бар. Бірақ олар та марбута болғанмен жинский родта болмайды, бәлкім музский род болады. Мысалға, мысалы, Хамза бұл еркектің аты, Хамза. Бірақ соңында та марбута бар. Бұл дәлел болады ма оның жинский род екеніне? Жоқ. Бәлкім бұл музский род болады. Мағынасында Талхату, Усамату, Муауияту, бұлардың барлығы музский род, ер адамның есімдері. Демек бұлар соңында та марбута болса да, бірақ не? Олар музский родтағы сөздер болады мағынасында. Және сол сияқты хунака калиматун лайса фиха та марбута. Және араб тілінде кейбір сөздер бар, оның соңында та марбута жоқ. Бірақ та марбута жоқтығының белгісі оның ертегіндегі музский род екеніне дәлел болмайды. Лакиннаха муаннаса, бірақ ол женский род болады. Мысалға, Зайнабу, әйелдің аты. Та марбута бар ма? Жоқ. Алиф бар ма? Жоқ. Зайнабу, бірақ мағынасы бұл женский род. Суат әйелдің аты, Хинд әйелдің аты, және яд. Яд бұл қол. Жалпы адамның дене мүшелері екілік болса, ол женский род болады. Екі қол, екі аяқ, екі құлақ, екі көз. Жалпы екілік болған мүшелер айтылған кезде женский род болады. Хазихи ядун, хазихи риджилун деген сияқты. Бұл аяқ, бұл қол. Және сол сияқты хунака калиматун тузаккар ва туаннас. Бұл жерде, араб тілінің сөздерінде музский родқа да, женский родқа да жата беретін сөздер бар. Өзіңіз білесіз, музский род қылып қолдансаңыз да болады, женский род қылып та қолдансаңыз болады. Мысалға, сабир бұл жол, хал бұл жағдай, зауд бұл ер немесе әйел, күйеу немесе әйел, суқын бұл базар. Бұл сөздерді музский род қылып, женский род қылып қолдана берсеңіз де бола береді. Мысалға, Қала Таала депті, Аллах Тағала айтты, Құл хазихи сабили, айт бұл менің жолым. Бұл жерде хазихи женский родты қолданды сабилге. Сабил, жаңа біз айттық, ол музский родқа да, женский родқа да жата береді. Басқа аятта, мысалы, Юсуф сүресінде Аллах Тағала женский родпен қолданған, бірақ Араф сүресінде Ва ияроу сабилал ғайи яттахизуху сабила дептір. Бұл жерде сабил музский родта кеттір. Қысқаша осы. Үйге тапсырмалар, ат-тадрибат, тапсырмалар. Ат-тадрибул аувал, бірінші тапсырма. Ба' даиратан хаулал муаннас дептір. Яғни женский род болып тұрған сөзді соған даира қой дептір. Даира дейін дөңгелек. Мысалға, талибун бұл женский род па? Жоқ. Саатун женский род па? Я женский род. Саа, себебі соңында та марбута бар. Түсінікті, осылай женский род әйел тегінде тұрған сөздерге үстінен дөңгелек қойып шығасыздар. Ат-тадрибу ссани, екінші тапсырма. Сил al-muzakkara fil qaymati alif bi muannasihi fil qaymati ba дептір. Яғни алиф тізбегіндегі сөздер және бә тізбегіндегі сөздер осылардың аяқта мысалға мына тарапта женский родтағы сөздер, мына тараптағы музский родтағы сөздер бір-біріне сай келетін қоясыздар. Мысалға қараңыз. Мысалы, бақара бұл сиыр, дұрыс па? Оның еркегі бұқа болады. Бұқа. Бұқа араб тілінде сәуір деп айтылады. Осылай сирек барасы. Мысалы, дәжәжі. Дәжәжі бұл тауық. Ал әтеш араб тілінде дик болады. Осылай сай келетін қоясыздар. Нақа бұл түйенің ұрғашысы, уммун бұл ана, әке қалай болады араб тілінде, имра бұл әйел, еркек қалай болады араб тілінде. Соны жалғайсыздар. Стрелка қойып. Ат-тадрибу ссалис, үшінші тапсырма, аквел кама фил мисал, мысалдағыдай толықтыр деп жатыр. Мысалға, хаза раджулун деп тұр. Дұрыс па? Біз хаза бұл музский родқа қолданылады деп айттық. Хаза раджулун ва хази имраатун. Бұл еркек, бұл әйел, хазиhi женский родқа. Сол сияқты хаза бабы бұл есік, ва хазиhi нафизатун деп айтасыз. Себебі не үшін хазиhi? Себебі хазиhi бұл женский родқа қолданылады. Мына жерде нафиза, бұл соңында тамыр бұта бар, демек бұл
женский родтың белгісі. Осылай жаза бересіздер. التدريب الرابع төртінші тапсырма أكمل بكلمة مناسبة مما بين القوسين. Екі жақшаның арасындағы сай келетін сөздерді өз орнына қой. Мен жерде жалпы кішігірім текст берілген. Мысалға, ражаат қайтты деп жатыр. Бұл әйел, қыз балаға қатысты. Мен жерде мысалға хинду, мен жерге хинд жазасыз. Ражаат хинду, мысалға. Хинд қайтты, мен осылай мен жерде тер жазасыздар. Келесі сұраққа жауабын айтамын иншалла. Соңғы тапсырма التدريب الخامس бесінші тапсырма صحح الأخطاء في الجمل الآتية. Келесі сөйлемдегі қателерді дұрыста деп жатыр. Мысалы, мен жерде сөйлемдер қате берілген, соны мен жерден бос орындарға дұрысын жазасыз. Мысалға, хаза айшату деп тұр. Бұл айша деп тұр. Бұл қате. Бұл қате. Бәлкім хазихи болады. Хазихи айшату болады. Өстіп, мына жерде барлығы қате берілген, осыларды сахих дұрыстап шығасыз. Мужской родты родқа, женский родқа сай етіп жазасыздар. Аллаху алам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.